Сәлем тау ешкілер, қыркүйек айы қандай болады екен? Болжам жасайтын боламыз. Қандай әрекеттер болады? Қандай кедергілер болуы мүмкін? Қаржы финансы мәселесі. Махаббат, сезім, эмоция. Бұл айдың жалпы энергиясы, қуаты, бұл айда басты тақырып деп айтайықшы, бұл дұрыс шешім қабылдау, әділдік және де жауапкершілік. Айдың басында бір мәселені таразылап, қалай дұрыс істесем екен деп ойлануы мүмкін. Ал айдың соңына қарай сол мәселе бойынша нақты шешім немесе нәтиже көрінеді. Бұл карта құжаттармен, ресми істермен, келісім істермен, содан кейін бір істің нәтижесі сенің бұрын жасаған әрекеттеріне байланысты келеді. Кеңес айтатын болсам, эмоцияға берілмей, фактіге сүйеніп отыру керек. Бұл айда дұрыс таңдау кейін сізге пайда келеді. Дұрыс таңдау жасаңыз дейді. Ары қарай кеттік. Енді әрекет бойынша. Айдың басы өте белсенді басталады. Жаңа идея, жаңа жұмыс, немесе бір істі бастауға деген үлкен ынта пайда болады. Бір нәрсені көптен бері ойлап жүрген болсаңыз, онда осы істі іске асыруға ұмтыласыз. Бұл карта жалпы бір бастау картасы. Жұмысқа байланысты ұсыныс, немесе өзіңіз бастайтын бір әрекет. Ең бастысы бұл мүмкіндік. Айдың соңында ісіңіз көбейеді, жауапкершілік артады, бірнеше жұмысты қатар алып жүруіңіз мүмкін. Бәрін өзім жасауым керек деген сөзбен бәлкім шаршайсыз. Еңбектің көп екенін көрсетеді. Бірақ өзіңізді шамадан тыс шаршатпаңыз. Шамадан тыс өзіңізді шаршатпаңыз. Шамадан тыс шаршатуға болмайды. Сонымен айдың басында бастама болса, ай соңында сол істің жауапкершілігін көресіз. Ары қарай кеттік. Қандай кризистар, қандай қиындықтар, шешімдер болуы мүмкін. Айдың басында сізге сақтық қажет. Жоспарларыңызды барлығына бірдей айта бермеңіз. Бір нәрсені тыныш жасап, нәтижесін кейін көрсеткен дұрыс. Өйткені бұл жерде кішкене өтірік картасы бар. Бұл карта кейде айналада бір нәрсені толық айтпай жүрген адамды көрсетеді. Сондықтан адамдардың сөзіне ғана емес, әрекетіне қараңыз. Мошенничество, өтірік, алдап кету деген сияқты. Сол себепті өзіңіздің бір пландарыңызды, жоспарларыңызды көп адамдарға айтпаңыз. Ал айдың соңында жағдай өзгереді. Сіз эмоциядан алыстап, өте нақты бір шешім қабылдайсыз. Бір мәселені болды, енді бұлай істемеймін деп кесіп айтуыңыз мүмкін. Бұл карта ақылды, тәжірибелі бір басшы, маман, заңгер, немесе ресми адамның картасы. Демек, бір ресми түрде бір аяқталуы десе болады. Айдың басында сақтық керек, ал соңында бір нақты шешім қабылдау керек. Ары қарай кеттік. Финансы мәселесі. Финансы жағынан. Айдың басында қаржыға байланысты уайым, немесе бір уақытша бір қысым болуы мүмкін. Шығын көбеюі, немесе бір ақшаға қатты алаңдау, ақша жетеді ме деген бір ой болуы мүмкін. Бірақ бұл карта міндетті түрде үлкен қаржылық шығын деген сөз емес. Бұл көбінесе адамның ақшаға деген қорқынышы жете ме, жетпей ме, немесе бір ақшаны іздеу десе болады. Айдың соңында сіз финансылық тұрғыдан жағдайыңызды бақылауға аласыз. Ақшаны сақтауға, жинауға, артық шығынды қысқартуға тырысасыз. Қолыңыздағы қаржыны оңды-солды жұмсамайсыз. Бұл жерде ең бастысы бұл ақша табудан гөрі бар ақшаны ұстап қалу, үнемдеу, дұрыс жұмсау десе болады.
Нәтижесінде ай басында қаржыға алаңдау болса, айдың соңында ақшаға бақылау күшейеді. Бақылайсыз, көбейтесіз, жинайсыз. Ақ-әрекеттік, бұл махаббат, қарым-қатынас, эмоциялар. Бұл өте әдемі карта. Эмоция жағынан өте әдемі карта. Айдың басында жүрекке жағымды жағдай болуы мүмкін. Жаңа сезім, жылы кездесу, жақсы жаңалық, немесе эмоционалды бір жеңілдік. Егер қарым-қатынаста болсаңыз, онда сезімдерді қайта бір жаңғыртуға мүмкіндік бар десе болады. Ал жалғыз болсаңыз, бір адамға қызығушылық пайда болуы мүмкін. Бір кереметтей қызығушылықпен танысу болуы мүмкін. Айдың соңында, ай соңында эмоциялық жағдай одан да жеңілдейді. Кездесу, қонақ, достар, мереке, қуанышты бір орта, бір жақсылық, бір жаңалықты адамдармен бірге атап өтуіңіз мүмкін. Қонақ шақыру, бас қосу, жиналу деген сияқты. Сонымен нәтижесінде айдың басында жүрекке жаңа сезім немесе қуаныш, ал ай соңында сол қуанышты бөлісетін орта десе болады. Мереке, Енді айдың жалпы қорытындысы туралы айтатын болсақ, жаңа бастама, сақтық, қаржыға алаңдау, жүрекке жағымды жаңалық. Айдың соңы көп жауапкершілік, нақты бір шешім, ақшаны сақтау, кездесу мен қуаныш. Енді сәттілік сіздерге, тау ешкілер, бәрі жақсы болады. Қыркүйек айы сәтті болсын.